бірінші очередте не істейсіз? Жуынғаннан бөлек. Не істейміз? Мысалы азанда тұрған кезде бір тіршілік істейді ғой, жұмысқа барады, біреу сиыр сауады, біреу намаз оқиды, біреу қыдыруға кетеді, мысалы үшін күнделікті жұмыс. Азанда тұрғанда не істейсіз? Жұмысқа баратындарды оятамын. Жұмысқа баратындарды оятасыз. Хорошо. Сіз? Бірінші сотканы көріп аламын. Басты проблема. Сосын барып жуынып, шай дайындаймын. Ойбай, жуынбай да сотқа көріп аласыз сонда? Шай дайында жуынысынан кейін. Молодец. Бүкіл жаңағы әлемдегі тыныс тіршіліктің қан салады екенсіз ғой, саласымен бәрекелді. Тамара құдағи, сіз не істейсіз азан тұрғанда? Таң атқан кезде мен бісмилла деп тұрып, намазды дәретімді алып, намаз оқуға. Бәрекелді. Таң намазы, түсінікті. Ал Гүлеке, сіз не істейсіз? Азанда тұрып, көзімді ашам бірінші, намазымды оқимын. Молодец. Раз көзіңді ашып намаз оқып кете бересіз сонда? Дәрет алмайсыз ба? Бәсе, мейлі. Сіз? Тұрамын, жуынамын, дәретімді аламын. Айшаға шай тамағын дайындаймын. Бәріміз намазға келесіз. Молодец, шай тамақ дайындайды. Сіз? Неге ойланып кеттіңіз? Сізге неге настроениеңіз жоқ сіздің? Поддержкаларыңыз қайда? Класстастар қыздарыңызға. Не істейсіз азан тұрғанда? Кофе ішіп. Молодец. Сіз ше? Мен тұрамын, соткамды қараймын, сосын соткамды зарядкаға қоямын. Жақсы мәселе. Сөйтіп? Сосын күйеуімді қараймын, қасымда жоқ па, одан кейін балаларымды тұрғызамын. Біраз нәрсе істеп екенсіз, тұра салсын. Енді бұл не үшін сұрап жатырмын? Енді сіздердің сұрақтарыңыздың екінші сұрақ. Яғни азанда тұрып не істейсіз деп сұрадым, енді сағат қаншада тұрасыздар азанда? Азанда ұйқыда қаншада тұрасыз? Ровно сағат 7-де тұрасыз. Сіз? 7:30-да. Бір подарок беріңізші. Кеш тұрады екенсің. Отыра беріңіз. 7-де тұрады. 7:30-да тұрып не істейді деді мына кісі? Сотқа шықпайды. Өзі еще 7:30-да тұрады. Еще сотқа шықпайды, молодец. Тамара ханым, сіз қаншада тұрасыз? Мен 4-те тұрамын. 4-те тұрамын дейді. О, подарок беріңізші. Бәрекелді. Подаркыңыз құтты болсын әпше. Әпте мен іште отыра беріңіз. 4-те тұрады. Сіз қаншада тұрасыз Гүлеке? Намазға тұрамын, таң намазға. 3:59-да тұрамын. Haydi. Молодец. 3:59-дасаңыз рахмет бара беріңіз. Молодец. 3:59-да тұрады, намазын оқиды. Негізі пісіп келіншегі мына кісі. Кімнің әйелі оқса да молодец. Сіз қаншада тұрасыз енді? Кімнің қыз? Келіншек. Ойбай, кім туған? Иә, кім туған? Ой, мына кісі біраз әңгімелеп жатыр. Иә, сіз не істейсіз? Қаншада тұрасыз сонымен? Ұйықтамаймын десемші. ұйықтамайды. Жаңа бұл кісі тұрып намаз оқимын деді. Неғылды балаларымды қараймын деді ғой, сен осылай енді. Азанда тұрамын, дәрет аламын деп. Сен қай уақытта тұрып дәрет алмайсың? Мейлі, халықты екеуміз сұра тұрмыз. Сіз не істейсіз азанда? Қаншада тұрасыз? 10-да тұрамын. Сиыр жоқ, жұмыс жоқ, не істеймін? Сөйтіп кофе ішіп. Қой, қандай базарсың? Подарыңыз құтты болсын. Үшеуіңіз кеттіңіздер. Сіз қаншада тұрасыз? Айтыңызшы. Ұялмаңыз, айта беріңіз. Қаншада тұрасыз? Бірақ өтірік айтпаңыз. Шын айтыңыз. Сағат қаншада тұрасыз? 30-10:30-да тұрамын. Айттым ғой, қиынды көрмеген әйел ғой бұл кісі. Бара бер. Құтай бер, дәл шықтай бер айналайын. Ал балаларымызда 3:59-да тұратын және вообще ұйықтамайтын әйел тұр. Сіз кім болатын едіңіз? Келін боламын. Ақтайға келін боласыз. Осы жерде абысындардың қайсысы жақын тұрады сізге? Бәріміз жақын тұрамыз. Көрші, қиямы көрші тұрады. Прям көрші ма? Күйеуіңіз қайсысы? Бүгін күйеуім ауырып келе алмады. Ана кісілер ғой көрші тұрады. Сіздерге сенбеймін? Көкемнен сұрайды. Көке, ана келінді танисыз ба? Түнде вообще ұйықтамаймын дейді, рас па? Рас. Заң бұзбеген.
Кімнің? Сіз 9 бала шағасы бар ма? 9 бала шағаңыз бар ма? Молодец, қошемет! Ойбай, 9 бала шаға туғызса мен де ауырып қала береді дейсің. ойлаған нәрсе. Ендеше ардақтан айды сенейік, мақұл. Сіздің қанша бала шағаңыз бар? 4 қыз бар. Ойбай, 4 қызы бар. Не деген батыр аналар тұрсақ ағай. Молодец! Бүгінгі керемет кеште 10 бала тапқан Алима Нағаш апам болса, 9 бала тапқан атыңыз Сәуле ағайын қошемет жеңгемізге. Одан кейін бөлеміз Гүлекең. Ендеше екеуіңіз бөле жармаймын. Сіздерді күллі қазақтың келіндеріне үлгі етемін, мақтан тұтамын. Батыр аналар жасай берсін. Қошемет соғып қойсаңыздар. Екеуіңізге 2 шайнек, екеуіңізге тағы да 2 тамаша сыйлық. Мінекей алыңыздар. Жасай берсін біздің қазақтың келіндері.